Баршаңызға қайырлы күн. Мен арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Бүгін біз қайнатылмайтын приправа немесе огонек жасайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Маған тек қызанақ қажет болады. Бұл приправаның бір ерекшелігі, оған тәтті бұрыш қоспайтын боламыз. Барлық қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізілетіндей етіп дайындайтын боламыз. Менде 12-13 кг жобасында қызанақ, оған 13 штук ащы бұрыш және сарымсақ қостым. Барлығын дайындап алғаннан кейін ет тартқыштан өткізетін боламыз. Қайнатылмағаннан кейін бұл приправа бір ерекше, яғни қызанақ өзінің жаздың күнгі қалпын сақтап әдемі болатын болады. Мінекей барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындадым. Енді оған тұз бен аспирин қосатын боламыз. Менің қызанағым 13 кг жобасында болғасын, мен 13 штук аспирин қостым. Яғни килограмға бір аспирин қосатын боласыздар. Одан соң 2-3 күнге бөлме температурасына, қатты ыстықта емес, орташа, яғни болмаса салқындау бөлмеге қойып қоятын боласыздар. Біздің приправа көпіршіп, арасында ауалар шығатын болады. Осылайша жақсылап араластырып, адам онша кірмейтін, яғни балалар кірмейтін бөлмеге қоятын боламыз. Мінекей достар, бір күннен кейін тағы да осылайша араластырып, бір сапырып шығатын боламыз. Міне екінші күнгі біздің приправамыздың күйі, осылайша тағы да бір араластырамыз. Үшінші күн дегенде осылай тағы да бір араластырып, жақсылап жуылған баклажкаларға құйып шығатын боламыз. Достар, мені арнама әлі де тіркелмеген болсаңыздар, онда мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Баклажканың қақпағына аздап уксус құямыз да, баклажкаларымызды жауып тастайтын боламыз. Біздің арнайы қысқа сақтайтын бөлмемізге, яғни салат, қияр банкалардың жанына сақтасаңыздар болады. Мінекей достар, біз барлық приправаларды жауып тастадық. Түсі де өте әдемі, ерекше болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.